Киелі кітап маңызды кітап, бірақ едәуір көлемді. Иә, ол ұзақ уақыт бойы жазылған жазбалар жинағы. Дегенмен олардың бәрі бір тұтас әңгімені сипаттайды. Ендеше киелі кітапта қандай әңгіме сипатталған? Бастапқы беттерінде ол бізді барлық шындықтың туындыгері, көрікті сананың иесі, Құдай Тағала деген ерекше тұлғамен таныстырады. Құдай өзінің шексіз құдіретімен қара түнек пен ретсіздік жайлаған бастапқы дүниеге тәртіп пен көріктілік орнатып, онда тіршілікке толы бақ жасады. Осы ұлы ісінің шыңы ретінде Құдай Тағала адамдар деп аталған тіршілік иелерін тағайындады. Еврейше де бұл атау адам деп аталады. Олар рухани жағынан Құдайға ұқсас әрі бейнелес етіп жаратылған. Ал мұның мағынасы, Құдай Тағала оларға өзінің атынан осы көркем дүниеге билік жүргізіп, оның барлық мүмкіндіктерін іске асырып, оны одан да әдемі әрі ретті етуді тапсырған. Бұл адамдардың жер бетін өңдеп, мағыналы еңбек ету үшін күш салғандары туралы әңгіме. Бірақ олар мұны қалай істеді? Иә, енді адамдардың алдында жеміс ағашы арқылы бейнеленген таңдау тұрды. Адамдар Құдаймен серіктес болып, оның жақсы мен жаман жайлы біліміне сену арқылы азаттыққа ие болалар еді. Немесе олар билікті өз қолына алып, жақсы мен жаманның не екенін өздері белгілеулері мүмкін болды. Бірақ Құдай мұның салдарынан олардың өлетіні туралы ескерткен еді. Сонда олар бір қара ниетті, құпия мақұлықтың былай деген дауысын естіді. Таңдау қарапайым, жемісті жеңдер. Ол сендерге дүниеге өз білгендеріңдей билік жүргізу үшін күшті артып, азаттық береді. Осы білімді таңдады. Салдарынан күдікшіл де секемшіл болып шықты. Бұл қарым-қатынастардың бүлінуіне, билікке күшпен жармасуға және түптің түбінде жаманды жақсы деп бұрмалаған Бабыл өркениетінің пайда болуына әкеп соқты. Сол себепті Құдай осы бүлінген қоғамды шашыратып жіберді. Осы кезде киелі кітаптың әңгімесінде маңызды өзгеріс орын алды. Біз енді Бабыл елінен көшіп шыққан Ыбырайым мен Сара деген ерлі-зайыптының өміріне назар аударамыз. Иә, Құдай Тағала мынадай уәде берді. Ол екеуінен бір жаңа халық пайда болып, оларға дұрыс таңдау жасауға тағы бір мүмкіндік беріледі. Егер олар дұрыс таңдау жасаса, онда бүкіл адамзатқа алға басатын жаңа бір жол ашылады. Сондықтан да киелі кітаптағы үлкен әңгіменің қалған бөлігі осы әулеттің тарихын баяндайды. Алайда оның нәтижесі жақсы болып шықпады. Құдай Тағала оларды жеке жетелесе де, Ыбырайымның әулеті сол баяғы азғыруға берілді. Олар ненің жақсы, ненің жаман екенін өздері белгілеуді таңдады. Тіпті Құдайдың жетелеуін жақсы көрген, әрі оның даналығына ие болған, олардың ең жақсы делінген адамдардың өзі билік басына келгенде сол азғыруға берілді. Сондықтан Құдай жіберген пайғамбарлар Израильге мынадай ескерту жасап отырды. Егер олар сондай таңдау жасаса, онда елдерін жау басып алып, өздерін тұтқындап, қайтадан Бабылға айдап әкетеді. Дәл солай болды да. Демек, Израиль тіпті Құдайдың жеке жетелеуімен жүрсе де, қате жасап мүлт кетті. Ендеше қате жасамау кімнің қолынан келеді? Пайғамбарлардың айтуынша әңгіме мұнымен бітпейді. Құдай Израильге жаңа жетекші жібермек. Ол бұлардың қателердің орнын жауып, адамдардың жүректері мен саналарын өзгертеді. Сол арқылы адамдар дұрыс таңдау жасай алатын болады. Осымен киелі кітаптың көне келісім деп аталған бөлігі аяқталады. Бірақ бұл уәделер орындалмаған күйі қалады. Мұнан соң киелі кітаптың осы әңгімесі жаңа келісімде жалғасын табады. Онда Исраил патшаларының әулетінен шыққан Назареттік Иса деген адаммен танысамыз. Иса сол уәделердің бәрін өзі орындайтыны туралы айтты. Иса бүкіл адамзат арбауына берілген қара ниетті, құпия зұлымдыққа қарсы шығып, оның күшіне тойтарыс берді. Сосын Иса өзі арқылы дүниеге билік жүргізу үшін Құдайдың келгені жөнінде жария етті. Иса Құдайдың жақсы мен жаман туралы белгілеу жайлы үйретіп, шынайы күштің басқаларға қызмет етуде екенін айтты. Мәсіх Исаның айтуынша, жарлыларды жақсы көретіндер, тіпті жауларын да жақсы көретіндер, шынында дүниеге билік жүргізетін адамдар. Бұл түсініксіздеу, дегенмен шынымен керемет ой екен. Әңгімеде Мәсіх Иса туралы айтылған сөздер де сондай керемет. Ол адамға айналған Құдай. Ол Израильдің және бүкіл адамзаттың құтқарушысы. Онсыз біз ешқашан құтқарыла алмаймыз. Ол біз істеген жамандықтың салдарын өз мойнына алуға келді. Оның өзін құрбан ету арқылы көрсеткен сүйіспеншілігі зұлымдықтан, тіпті өлімнің өзінен құдіретті болып шықты. Сонымен адамзатқа жаңа бір таңдау ұсынылады. Ол жаңа бір ағашпен бейнеленеді. Не адам болудың ескі жолында қалу, не тәуекел етіп осы жаңа жолға түсу. Әңгімеде Мәсіх Исаның жолын таңдағандар
Құдай тағаланың өз құдіретінен күш қуат алады. Құдайдың өздерін сүйіп кешіргенін білетін адамдар енді соның нәтижесінде басқаларды да сүйіп кешіре алады. Иса қозғалысы бүкіл дүние жүзіне тез тарады. Көптеген жерлерде Мәсіх Исаның жолымен жүретіндердің жаңа қауымдары пайда болды. Бірақ олар қиындықтарға ұшырады. Қауымның сырт жағынан билік иелері оларды қудалады, ал ішкі жағында шатасу, тіпті келісімпаздық та орын алды. Өйткені Исаның жолымен жүру шынымен қиын. Сондықтан қозғалыстың елшілер деп аталған жетекшілері осы қауымдарды жұбатып, Мәсіх Исаның жолымен жүргенде адал болып қалуға жігерлендіретін хаттар жазды. Олар қауымдарды Мәсіхтің жер бетіне қайтып келіп, бәрін өзгертетін күнін үмітпен күтуге шақырды. Осылайша, киелі кітаптың соңында болашаққа деген мынадай сілтеме берілген. Сол кезде әділетсіздіктің бәрі түзетіліп, жамандық жойылады. Көк пен жер біріктіріледі. Әр адамзат Құдайдың сүйіспеншілігі мен құдіретіне бөленіп, дүниеге билік жүргізе алады. Жақсы, демек киелі кітаптың әңгімесі осы. Ол оның барлық жазбаларын біріктіреді. Бірақ бір қызығы, киелі кітаптың әр жазбасы оның әңгімесіне өзіндік үлес қосатын ерекше мәнерде жазылған. Бұл келесі видеода қарастырылатын тақырып.